Жаратқан саған тағы 100 жыл өмір берсе не істер едің деген сұрақ қойылған ғой маған. Жақында бір тренингке қатыстым, осындай сұрақ болды. Сол кезде ойламаған жерден мен тағы да өмірім болса, мен ағаш өсіріп, мынау су тапшылық мәселесін шешуге көмектесетін едім деген жауап келді да маған, ойламаған жерден. Кейін ойлап қарасам, әкем маңғыстаулық, бала кезінде тас жетім қалғанда, мынау Баутино портынан Үстіртке жаяу барғанда су болмай өліп қала жаздады. Анам оралдық болса да, Жымпиты деген шөл далада тұрған ауылда өскен ғой. Оның да көптеген әңгімелері болды, осындай су тапшылығы туралы, сонда тағы да бір нәрсе бар. Бір рет Ақтөбеден, осыдан бір 12 жыл бұрын Ақтөбеден Уфаға ғылыми конференцияға поездбен бара жатқанда бір таң қалдым да, біздің жерімізбен келе жатқанда сарғайған біздің сайын даламызда, ал Ресейдің шекарасынан өтіп едік. Кілең, өзен, тоғай, орман, бау, бақша, деревня, солай болып кетті да, сонда қатты таң қалдым. Әрине кезінде бодан ел болғанда, шекара бөлгенде қазақтарды шөл далаға ығыстырды. Ол бар, тарихтағы фактілер бар сондай. Мысалы, патша заманында егерде қазақ адам шоқынса, христианствоға кірсе, оған рұқсат беріледі. Орыстармен бірге өзен жағасында тұрақтап қалуға. А егерде ондайға келіспесе, ығыстырады да шөл далаға. Дегенмен мынау сарғайған даламызбен мынау жасыл орман тоғайлардың контрасты тым үлкен болды да. Ал мен 40 жыл бұрын мынандай кітап оқыдым. Климат қағида бар екен, ғылыми қағида. Орман климаттан өспейді, климат ауа райы, керісінше орманнан ауа райы өзгереді деген. Сондай оқыдым. Мысалы, білесіз ба, мынау Африкада Сахара деген шөл дала бар ғой, сайын дала. Сонда сол Сахара бірнеше мың жыл бұрын кәдімгідей орман болған ғой. Бірақ жергілікті халық ешкі ұстап, ешкі білесіз, ағашқа да өрмелейді, тау тасқа да өрмелейді. Сөйтіп ешкілер орман жеп қойған ғой. Орман жегеннен кейін ауа райы күрт өзгерді. Тағы да сондай мысалдар көп. Ал қазір қарап тұрсам, адамзат осындай қозғалыс бар. Мысалы, сол Сахара шөлінде ұлы жасыл қабырғаны өсіріп жатыр адамдар. Біріккен ұлттар ұйымы, тағы да осындай ұйымдар көмектесіп, жергілікті халық Сахарада орман өсіріп жатыр. Бірте сонымен ауа райы өзгеріп жатыр да. Мынау Калифорния, Америкада Сонора деген жер бар. Ол мынандай тау, бірақ қиыршық тасы көп тау. Және де жаңбыр жауғанның өзінде, ол мұхиттың жағасында ғой, соның үшін жаңбыр жауады анда-санда. Бірақ жауын жауғанда су бәрін, топырақты бәрін шайып кетіп, сел боп ағып кетеді екен. Соның үшін ол шөл далаға айналған, сол Сонора. Сонда о жерде де қазір амал тауып, сол аққан селдерді сәл ғана тоқтатып, бөгеп, сөйтіп жасыл желек өсіріп жатыр екен. Біз де сол жайында ойлануымыз керек. Өйткені мынау болашақты болжайтын ғалымдар бар ғой, нақты жағдайға қарап, астрология емес, нақты ғылыми дәлелдермен дәлелденді да, бір 10-20 жылда осы Орта Азия осындай су тапшылығынан кәдімгідей экологиялық апат жерге айналады. Соғыстар, Құдай бетін арғылсын, соғыстар болуы мүмкін. Қазақтар жалпы осындай нәрселерді бұрын күшті түсінген, ешқашан өскен ағаштарды кеспеуге тырысты, бау бақшада өсірді. Мысалы, Маңғыстауда Тобанияз Алниязов деген Маңғыстаудың халқының басшысы, көсемі болған адам, Голощекин аттырған адам. Тобанияз ол төңкеріс болмай жатып, осыдан 120 жыл бұрын мәселе көтерген ғой. Қазақтар егін егейік,
тоғай өсірейік дегендей. Сосын менің бір нағашым Төлеп руынан шыққан Аман деген нағашым Тұшыбекте Аман бақ деген бақты өсірді. Сол бақ туралы әңгімелер әлі де бар. Бір сиқырлы бақ болды деп. Оны совет заманында тұрды, әлі де бар. 120 жылдан асып кетті сол бақтың тұрғанына, әрине қазір күтімсіз қалды. Сонда мен сосын қазір мен Есен қазақ деген Серікбол Қондыбайдың кітабын орысшалап жатырмын. О жерде тақырыбы басқа, Қырымның қырық батыры деген жырды зерттейді. Ол Қырым емес, ол қыр үстірт екен дәлелдейді да. Қазақтың идеология, фольклор қалай қалыптасқан, соған арналған кітап. Бірақ сонымен бірге Серікбол жалпы оның негізгі мамандығы географ болды ғой. Сонда ол мына Маңғыстауда қай кезеңде ылғалдық көп болды, жауындар көп болған жазады. Сонда сол ауыз әдебиетімізді оқысаң, Маңғыстауда тоғай, түлей, үстіртте көп болған екен кезінде. Өзен, көл болды екен. Ауа райы қазір өзгеріп жатыр. Мынау 60 жыл бұрын болған тоғай қазір жоқ Маңғыстауда. Соны біз өзгерте аламыз. Өйткені ол ғылыми қағида. Орман ауа райын қалыптастырады. Орман болса өзенде пайда болады, жаңбырда көбірек жауады. Бізде егерде жергілікті халықты сол жұмыстарға тартып, біріккен ұлттар ұйымы сияқты басқа халықаралық үкіметтік бағдарламалардан ақша тартып, жергілікті халыққа үндеу тастап, осындаймен айналысқан бағдарламалар болса, мен соларға қатысуға дайынмын. Мен енді ағаш еккенде пайдам шамалы, мен жарты сағат мықшындап қазған шұңқырды менің немере әпкем аяғымен бір теуіп қазады да дачасында. Дегенмен сондай нәрселерге қатысып, сосын енді халыққа идеяларды жеткізіп жұмыс жасауға мен әрдайым дайынмын. Өйткені еліміздің болашағы жарқын болсын деп соны ойлаймын.